Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз егіншілік пәнінің бойынша 10-ші дәрісті бастаймыз. Дәрістің тақырыбы арамшөптермен күрестің ғылыми принциптері. Қарастырылатын сұрақтар: арамшөптермен күрестің ғылыми принциптері, екінші күрестің агротехникалық шаралары, арамшөптердің сүрі танаптағы күрес, арамшөптермен ауыспалы егістегі күрес. Бірінші сұрақ: арамшөптермен күрестің ғылыми принциптері. Арамшөптермен күрестің негіздерін анықтағанда, олардың маңызды биологиялық ерекшеліктері бірінші кезекте олардың тұқым арқылы немесе жерасты вегетативтік органдары арқылы көбею мүмкіндіктері ескерілген. Өсімдіктер тұқым арқылы жаңарып отыратындықтан, арамшөптер күрестің бірінші принципі арқылы жаңарып отыратындықтан, арамшөптермен күрестің бірінші принципі олардың тұқым байлануының алдын алу. Арамшөптер тұқым байламаған жағдайда топырақта олардың қоры артпайды. Сондықтан күрестің бұл бағытта зерттеушілер шешуші маңыз береді. Ал аз жылдық және көп жылдық арамшөптерге қарсы қолданылады. Мысалы, Золотарев қаулымен күресте бірінші кезекте оның тұқымдарының топыраққа түспеуін қадағалау керек, сондықтан тұқым құруға мүмкіндік бермеу керек деп атап көрсетті. Ерекше жағдайда қара сұлымен өте күшті ластанғанда, негізінен қара сұлының ошағы болатын ойпаң жерлерді арамшөптер гүлденгенге дейін шөпке шауып тастау керек. Топырақтағы арамшөптердің өміршең тұқымдары әрқашан жаңа өсімдіктің пайда болуының көзі болып табылады. Олардың қаулап өнуі, тұқымдардың биологиялық тыныштықтан шығуына, жандануына керекті белгілі бір жағдайда ғана болады. Сондықтан арамшөптермен күрестің екінші принципі олардың тұқымдарының өнуіне жағдай жасап, өңдеу арқылы көгін жою болып табылады. Өндірісте бұл принципті арандату деп атайды. Арандату әдісін қолдану арқылы арамшөптер көгінің үлкен бөлігін мәдени дақылдарды сепкенге дейін құртуға болады. Ең зиянды арамшөптер далал, шырмауық, жатаған бидайық тағы басқалары тек тұқымдары арқылы көбеймейді, олар вегетативтік органдардың көмегімен де көбей алады. Арамшөптердің вегетативтік органдары арқылы қайта жандануы олардың қоректік заттардың қорын болған жағдайда ғана мүмкіндік болады. Сондықтан олармен күрестің үшінші принципі жерасты органдарын, яғни тамырларын, жерасты сабақтарын әлсірету. Ол үшін жерасты бөліктеріне қоректік заттар қорын жинауға мүмкіндік бермей, жас сабақтары мен жапырақтарын әлсін кесіп отыру керек. Әлсірету әдісін асыру үшін культиваторлар пайдаланылады. Екінші сұрақ: күрестің агротехникалық шаралары. Күзгі және көктемгі топырақ өңдеу бұрыннан арамшөптермен күрестің тиімді жолы болып табылады. Мұнда алдыңғы орын соқамен терең жыртуға беріледі. Топырақты жазықтырғыш құралдармен өңдеу, көшу, ондағы арамшөп тұқымдарының тек өну жағдайында ғана емес, олардың топырақ қабаттарына орналасуына үлкен әсер етеді. Тұқымдардың негізгі бөлігі беткі қабатта орналасады. Бұл жағдай топырақ қорғау егіншілігіндегі топырақты күзгі және ерте көктемгі өңдеудің маңында жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Кестеде топырақты күзде және ерте көктемде өңдеудің қара сұлының тұқымдарының өнуіне әсері көрсетілген. Бұнда көктемде өңдеу құралдары және көктемде өңдеу әдістері қолданылған көрсетілген. Бұл жағдайда топырақты ерте көктемдегі тырмалаудан бас тартуға болады. Нестеренко және басқалардың тәжірибелерінде бұл тұқым себу алдында арамшөптер тұқымның көп өңдеуіне әсер ететіндігі анықталған. Топырақты ерте көктемде өңдемеу қара сұлының тұқымдарының көбірек өнуіне әсер етеді. Танаптар қара сұлымен ластанған жағдайда бұл оның көгін егін себу алдындағы культивациямен толығырақ жоюға мүмкіндік береді. Күзгі терең қопсытудан кейін, яғни 25-27 см, топырақ ірі кесекті болғанда бек үш тырмасымен тырмалау қажет болады. Ірі кесекті сүдігерді күзде тырмалау көктемде қара сұлының көгінің көп шығуына және жаздық бидай өнімінің жоғары болуына әсерін тигізеді. Кестеде сүдігерді 25-27 см терең қопшықпен тырмалағанда арамшөптер тұқымның өнуі және жаздық бидайдың өніміне әсері көрсетілген. Сонымен қатар, жазықтылғышпен таяз өңдегенде өнім терең өңдеудегіден кем болмаған.
тамыратпалар мен тамыр сабақты арамшөптер не күзгі не көктемді топырақ өңдеумен толық жоюға болмайды. Көп жылдық арамшөптермен күресті ең жақсы таза сүре танапта жүргізу керек. Үшінші сұрақ. Арамшөптермен сүре танаптағы күрес. Сүре танапта көп жылдық арпа тамырлы арамшөптерге қарсы әлсірету принципін толығырақ пайдалануға мүмкіндік туғызады. Алғы дақыл жинағаннан кейін танапта аз жылдық арамшөптер басым болғанда биік үш тырмаларымен тырмаланады, ал арпа тамырлы немесе тамыр сабақты арамшөптер басым болғанда КПШ-9, КТС-10-01 культиватормен өңделеді. Келесі жылы арамшөптер жаппай өңгенде бірінші культивация жүргізіледі. Одан кейін 2-3 өңдеуді арпа тамырлы арамшөптердің шығуына қарай көбінесе 20 күннен кейін 10-12 см тереңдікте жүргізіледі. 5-ші өңдеуді тамыздың 2-ші жартысында 25-27 см тереңдікке жүргізу ұсынылады. Арамшөптермен күрес табысты болу үшін сүре танапты 4 реттен көп өңдеу керек. Өңдеуді 10-14 күннен кейін қайталап тұру ұсынылады. Сонымен қатар көп жылдық арамшөптерге қоректік заттардың 2-3 жылдық қоры болатыны анықталды. Арнайы танап тәжірибелер сүр танапта далалық шырмауықтың өз уақытында және керекті құралдармен өңдегенде 2 жылда толық жоюға болатындығын көрсетті. Ол үшін арасына 12 күн болатын 16 рет культивация жасау керек. Өңдеу тереңдігі 10 см. Сүр танапта тамыр сабақты арамшөптерді жою үшін КПЕ 3,8, КТС-10 культиваторын пайдаланған дұрыс. Танап жатаған бидайықпен ластанғанда осы культиватормен тамыр сабақтары орналасқан 16-14 тереңдікте 4-5 рет өңдеу тиімді. Бұтақты бидайықпен күрес біршама қиын, себебі оның тамыр сабақтары жатаған бидайықтікіне қарағанда терең орналасқан. Батыс Қазақстан облысы жағдайында бұтақты бидайықтың тамыр сабақтары қара және күңгірт қоңыр топырақтарда 28-30 см, қоңыр және ашық топырақтарда 24-26 см, сортаң топырақтарда 16-18 см тереңдікте орналасады. Бұтақты бидайықпен күресте алдымен терең қопсытқыштарды қолданамыз, ал соңынан кейін жабдықталған КПЕ 3,8 культиваторын жібереміз. Сүре танапты толықтай өңдегенде жатаған бидайыққа қарсы тұншықтыру әдісін пайдалануға да болады. Алғашында жатаған бидайықтың тамыр сабақтары сыдыражатқышпен ұсақталынады, одан соң бізшелер пайда болғанда соқамен терең жыртады. Бұл тәсілді ерте таза сүре танаптарда қолданған қолайлы. Бұтақты бидайықпен күресте тамыр сабақтардың жер бетіне тақап шығару үшін жерді соқамен жыртады, сонан соң культиватормен тамыр сабақтарын қияды. Сонымен қатар ауа райы құрғақ және ыстық болғанда тамырсыз қалған тамыр сабақтар құрғап шіріп қалады. Аз жылдық арамшөптер сүре танапты өңдегенде біршама тиімді жойылады. Бірақ та олардың әсіресе қара сұлыны сүре танапты өңдеу кезінде толық жоюға қол жетпейді. Себебі тұқымдардың бір бөлігі тек келесі жылдары өнеді. Сонымен қатар аз жылдықтармен күресте ауа райының және өңдеудің тереңдігінің де әсері байқалады. Жазғы құрғақ жылдары аз жылдықтарды жою нашарлау болады. Сүре танапты өңдеудің басында 8-10 см тереңдікте жүргізген культивацияда күрестің тиімділігін кемітеді, себебі қопсытылған жер тез құрғап кетеді. 4-ші сұрақ. Арамшөптермен ауыспалы егісте күресу. Кестеде көрсетілгендей, сүре танаптан алыстаған сайын бидай егісінің арамшөптермен ластануы арта түседі. Бірақ ол бидай жүгеруден кейін немесе ауыстырмай өсірілгендігіне қарағанда төмен. Мұнда көп жылдық арамшөптердің саны сүре танаптан кейін бірінші бидайға қарағанда 5,5-11,6 есе артқан. Жүгерінің арамшөптермен күрес қабілетінің төмендігі жазғы қатараралықты өңдеу арқылы көп жылдық арамшөптерді жоюға мүмкін еместігін көрсетуге болады. Ауыспалы егісте кеш себілген бұршақ сұлы қоспасы немесе арпаны енгізгенде, одан кейінгі бидайдың ластануы сүре танаптан кейінгі үшінші бидайға қарағанда 1,7-1,5 есе азайды. Арамшөптерді пәрменді жою үшін гербицидтерді пайдалану керек. Гербицидтердің рөлі сүре танабы жоқ мал азықтық ауыспалы егістерге ерекше
қаралады. Алғы егістердің жаздық бидай егісінің арамшөптері ластануына әсері кестесі көрсетілген. Арамшөптердің бір ерекшелігі агротехникасы бұзылса, кешенді күрес шаралары сақталмаған болса, танаптарда олар қаптап шыға береді. Осыған байланысты Измаильский осыдан 100 жылға жуық уақыт бұрын айтқан, ауыл шаруашылығының қолайсыз жағдайларымен күресте ең бірінші орынға танаптардың арамшөптермен ластанумен күресті қоямын. Ал бұл күрестің табысы үшін сүрі танаптың дұрыс өңделуінің маңызы өте зор деген болатын. Дәрісті қорытындылай келе, арамшөптермен күресте олардың тұқым түзуіне жол бермеу, өнуіне жағдай жасап, өркендерін жою және жер асты мүшелерінің әлсірету негізгі қағидалар болып табылады. Бұл мақсатта агротехникалық шаралар, ауыспалы егісті дұрыс ұйымдастыру, тыңайтқыштарды тиімді пайдалану және гербицидтерді қолдану шаралары кешенді жүзеге асырылуы қажет. Сонымен қатар, себу мерзімі мен егістіктің тығыздығы мәдени өсімдіктердің арамшөптермен бәсекелестік қабілетіне әсер етеді. Тек жүйелі, үйлесімді және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы арамшөптердің таралуын тиімді бақылап, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыруға болады. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, жауап беруіңіз сұралады. Бірінші сұрақ: арамшөптермен күрестің принциптерін атап өтіңіз. Агротехникалық шараларға не жатады? Топырақ өңдеу жұмыстары қалай жүзеге асырылады? Сүрі танап дегеніміз не? Арамшөптерге қарсы қандай жұмыстар жүргізіледі? Дақылдардың себу мерзімінің маңызы қандай? Және тыңайтқыштардың арамшөптерге әсерін атап өтіңіз. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.